Сонау кеңес заманында ауылдың дүкенші әйелі завхозбен көңіл жарастырған үшін ауыл болып көшіріп жібергенбіз. Ауылдың жастарын бұзады деп. Ол кезде ауылдың ақсақалдары сөзімен ықтырып алатын апаларымыз болатын. Олар сөйлегенде алдынан ешкім кесе көлденең өтпеуші еді. Қазір біреуді біреу сыйлайтын заман ба? Біреудің қит еткенін ортаға салып көрші, өзіңнің басың бәлеге қалады сосын. Ауылда не болмай жатыр? Қазір Құдай деп отыратын күнге жеттік. Бұрын пәленшенің келіні жөндеп сәлем салмады десек болды, ертеңіне сол келіннің жүрісі дұрысталушы еді. Бүгінде біреуге біреу бірдеңе дейтін заман емес. Өз басымнан өтті сол. Жетіскеннен көшті дейсің бе мына шулаған қалаға? Жаулығының ұшымен көзінің қиығын сүртіп алған әйелден отырған үшеуміз ештеңені батып сұрамасақ та, бір ақтарылып алғысы келгені байқалды. Әңгімесін былай бастады. Үндемейтін ақ келінім бар еді. Баланың кенжесі бұрын бір ажырасып, өзі тауып әкелген келін шаруасын істеп ақ жүрген. Соңынан еріп келген баласын да бауырға бастық. Ол байқұстан не күнә бар, періште ғой. Келген соң тағы бір немере сыйлап, екі кештің бірінде ішіп кете беретін баланы да тыйып тастағандай болды. Жолы болмай жүрген ұлдың өмірі түзелді деп мен қуандым. Бала өскен соң, үйдегі жейтін ауыз көбейген соң табыс табу керек. Сол кезде Астана деген сәнге айналды ғой. Ауылдың бар еркегі жұмыс іздеп Астанаға кететін. Келінде жақын жердегі ауданның орталығынан мейрамханаға ыдыс жуатын болып тұрыпты. Мейлі, перзенттерінің несібесіне істесін жұмысты. Екі балаға қарайтын шамам бар ғой, деп үй шаруасында қолым алдым. Басында балам жиі келіп тұрды. 2-3 айда келіп табысын беріп балаларын қуантып кететін. Келіннің де кіржиіңкі қабағы ашылып қалушы еді. Мен байқұсқа не керек, солардың қабағын аңдығаннан басқа. Бір жылдан соң ол келуін сиретті. Ол кешіккен сайын келіннің тымыраюы көбейеді. Телефонда діңкілдеп сөйлесетінін естіп қалам кейде. Ол жақта ұлым жетісіп жүрген жоқ шығар деп қоям іштей. Сөйтіп жүргенде ауылда қаңқу сөз шықты. Келінім ауданның орталығында ауылдың біреуімен көңіл қосатын көрінеді. Айтып отырған кісіні де танимын. Жағдайы орташа. Астында көлігі бар. Жұмыстан қайтқан кеткенінде таксилететін үлкен баламен жасты жігіт. Отаны бар, ошағы бар азамат. Әке-шешесін танитынбыз. Жақсы адамдар еді. Бұл сөзге сенбедім. Әрі-бері жүргенінде көлігіне отырған соң сөзге ілінген шығар деп келінге емеурін білдіріп, бөтен еркектің көлігіне отырмай-ақ қойсайшы деген елдің сөзі жаман деп айтқанмын. Соған маған өкпеледі ме, бір аптадай тырысып жүрді. Сөз болса да өршіп баратыр. Көзбен көргендер бар деген сөздер шығып, онсыз да шығар жүректі қуырып кетті. Болмаған соң ұлыммен сөйлестім. Бұрынғыдай қауқарым жоқ. Елге қайтып, отбасыңа ие бол. Осы жерден ақ бір жұмыс табылар дегенімді қыстырған ол жоқ. Сөз саптауынан келінмен арада салқындық барын сезгендеймін. Әйтеуір ұлым өзгеріп кеткен. Осындай күндерде өткізіп жүре берер медім, бір күні үйге сілкініп, әлгі жігіттің үйіндегі келін келмегенде. Келініңізді тыйып алыңыз, 4 баламмен далада қалар жайым жоқ. Тегі байымның көлігінен түспейтін болыпты, үйге қону азайды. Не деген ұятсыз еді өзі деп жолардай болып келген келін соңында жылап қалды. Не істерімді, не дерімді білмедім. Түнгі ауысымға қалып жүрмін деуші еді. Күдікпен елдің алдындағы ұяттан өртеніп өле жаздасам да, қолмен ұстап алмағаннан кейін не дейін? Ұлымның түрі анау, келгісі келмей отыр. Келіннің жүрісі мынау, бір сөйлесем, бір аптаға тіс жармай қоятын. Болмаған соң ашық айтуға
ене болып бір ұрысуға тура келді. Сондағы естігенімді ешкім естімесін. Немене, мені тастан жаралған деп бедіңіз? Балаңыз етегіне намаз оқып жүрмекен. Естіп жатырмыз, жесір әйелді тауып алған. Ең ақыры тапқанында салмайтын болған жоқ па? Оның шешесін мен бағуым керек бекен? Мен де жүремін, мен де әйелмін. Келіп қасыма жатпаса, несіне күтуім керек? Жаспын, маған да денсаулық керек, маған да төсек керек, деп бетіме осылай ашық айтты. Не дейін, көздің жасы наладан қорқатын адам көрмедім. Тап соны күтіп тұрғандай, келінім ашықтан ашық жүретін болды. Түннің бір уағында келеді, арасында ішімдіктің иісін сезетін болдым. Балағына жабысқан балаларына қарауды да қойды. Сыланады, сипанады. Елдің сөзі қыртына кіріп шығар емес. Түн ішінде мінген көлігі терезенің түбіне тоқтайтын болды. Ең өлтіргені баламның келіп үн-түнсіз ажырасқаны болды. Бәрін біліп келген сыңайлы. Айқайда жоқ, шуда жоқ. Бір күнде келін кетті де қалды төркініне. Кейін естідім, төркініне емес, ауданның орталығынан пәтер жалдап сонда көшіпті. Буынып-түйініп балам да кетті. Ағаларының сөзі де менің көз жасымда тоқтатпады. Дуаланып қалған секілді, әйтеуір далада қалдырмайтын балаларым бар екен. Осында алып келді. Ауылда ағайын бар, басқа бар, жиында бар әңгімені естисің ғой. Келін ақыры әлгі ауылдың жігітіне үйленіп алыпты. Ол да отбасын тастап кетіпті соның соңынан. Жылаған бала, қанша жыл отасқан әйеліне де қарамапты. Көргендер екеуінің махаббаты сұмдық, қол ұстасып жүреді дейтін көрінеді. Тағы бір ұл туып беріпті онысына. Сондағы ненің күші деймін де. Жас әйелдің буы соншалықты бас айналдыратын болған екен де. Бір жағынан ойлаймын, келінімніңкі дұрыс па деп. Жас қой, оған да төсек керек, құшақ керек. Бала кеткен соң кім жылы сөйлесе, кім жайын жазса соған еріп кеткен шығар. 6 айда бір көретін төсекті сағынған болар. Бірақ біреудің отбасын ажыратып жіберу деген әу баста жақсы іс емес. Ертең соның керін кемесіне кім кепіл? 3 бөлек рудан тапқан 3 баланың ертеңі не болады? Ал сіздер қалай ойлайсыздар, құрметті тыңдарман? Сіздің ойыңызша, әйел неге күйеуінің көзіне шөп салады?